Сәлем достар, роза болып формасын жақсы ұстайтын, қытырлақ болып тұратын хворс дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Алдымен табамызға 3 жұмыртқаны жарып, оның үстіне жарты шай қасық ас содасы және жарты шай қасық тұз саламыз. Одан соң дәміне қарай қант саламыз. Мен 3 ас қасық қант салдым. Одан соң барлығын жақсылап араластырып, ұн қоса отырып, қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырды ұн себе отырып, барынша жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей барынша жұқа етіп жаямыз. Одан соң қамырымызды тең 2 бөлікке бөлеміз. Одан соң видеода көрсетілгендей әрқайсысын жеке-жеке осылай полоска қылып бөліп шығамыз. Хворс роза сияқты формасын жақсы ұстау үшін вилкаға осы видеодағыдай полоска қамырымызды ораймыз және екінші вилканың көмегімен қызып тұрған майға екі жағын қызартып, хворсты жақсылап қуырып аламыз. Міне роза секілді формасын жақсы ұстайтын, дастарханда әдемі болып тұратын қытырлақ хворс дайын болды. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.